Сәлем достар, бүгін тағы да мынау күрмек байлау туралы болмақшы. Әңгімеміз соны бір көрсетіп берейін деп. Ол үшін мысалы мынандай көлденең мынау баспалтақтың таянышы ғой. Көлденең болғаннан кейін мынандай горизонтальды. Содан кейін осы жерде түсірмекші болдым. Мына енді бұл көбінесе малға арналған не ғой, байлау әдісі. Мынау малды неше түрлі болады. Енді малда көбінесе асау болып келеді, немесе мал оқыс бір қимылдар жасап жіберуі мүмкін. Сондықтан енді былай тастайсың да, мен былай көрсетейін енді. Міне, ал былай тастайсың мойнына, содан кейін мойнының астын жағына алып алғаннан кейін, қазір мен кішкене былай түсіріп көрсетейік. Ал міне мойнының астынан шығарып алғаннан кейін, мынаның үшін былай ұстап тұрасың. Содан кейін міне мынау бүткіл қолыңды сұғып жібермей, мынау қазір бір орам жасайсың да, бір орам жасаған кезде мынандай орам жасауға болмайды. Өйткені ғана айтып кеттім, асау болса жануар, ол тартып кетсе, мына қолың жұлып кетуі мүмкін да, оқыс. Сондықтан мына тек қана ұшы анау үлгермейтіндей қылып тартқан кезде сен бүткіл қолың тартып кетпейді. Мынау енді мынау үшкір болғаннан кейін, үшкірлетіп жасағаннан кейін қолыңды сол кезде ілінбейді мынау орамға. Мына сол орамды жасайсың да, содан кейін мына яғынан былай, мына яқтан алып келіп, міне осындай қылып, осыны күрмек байлау дейді, күрмеу дейді. Содан кейін малды босатуға, мынау малды қалқылындырмайды да, өйткені мынау бос бір жағынан. Содан кейін мал тартқан кезде енді бұл тартылып кетпейді да, анау тұзақ сияқты. Бұның мәнісі сода, осы күрмек байлаудың. Содан кейін жібере салған кезде жақындап барып, өзің абайлап кіресің ғой жанына. Сол кезде мынаны тартып қалсаң, болды, кетеді босап. Сөйтіп мал босатып жібересің. Ал енді осы айтайын дегенім.